Сәлем, достар. Сіздермен Fortress of History каналы. Бүгінгі бейнебаянда біз Lacoste компаниясы туралы мәлімет етеміз. Жайғасып, лайк басып, каналға жазылып отырыңыздар. Ондаша біз бастаймыз. Бүгінгі таңда Lacoste тек аяқ киім емес. Қазір компания көптеген аксессуарлар, сағат, әтір шығаратын болды. Статистикаға сүйенсек, дүние жүзі бойынша Lacoste'ның әтірі үлкен сұраныста, әсіресе ер азаматтарда. 2018 жылы бренд Lacoste өзінің 85 жылдығын тойлады. Қазіргі таңда Lacoste бренді дүние жүзіне әйгілі қымбат брендтердің бірі болып саналады. Кім және логотипі неге аллигатор болғанын бүгін сіздермен бөлісетін боламыз. 1904 жылы дүниеге Рене Лакус деген азамат келді. Бай қуатты жанұяда дүниеге келген. Оның әкесі құрметті адамдардың қатарында болған. Кішкентай кезінен Рене үлкен теннисті жақсы көрген. 15 жасына дейін үлкен теннисті сүйіп ойнаған. Бірақ Рененің әкесі баласының бұл ойынын ұнатпаған. Баласының ресми адам болған қалады. Уақыт өте келе әкесі баласына шарт қояды. Теннис ойнағың келсе, түбінде сен чемпион болу керексің деді. Чемпиондыққа әкесі 5 жыл уақыт береді. Ол қатты дайындалып, өзіне ғана сенді. Өйткені әкесі оған қолдау көрсетпеді. 1923 жылы ол ең үлкен халықаралық үлкен теннистен болған турнирге шақырылды. Және 1924 жылы ол үздік мықты ракеткалардың қатарына кірді. Осы жетістігі кейін үлкен әсерін берді Lacoste брендіне. Қалай брендтегі аллигатор шыққан деген сауал сізде болған шығар. Америкада, яғни Бостонға теннистен турнирге барған кезде ол бір магазиннен қымбат чемодан көреді. Ол қолтырауының терісінен жасалған еді. Егер мен турнирді жеңсем, мен сені сатып алам деген екен. Ол турнирді ұтып чемпион болды. Оны аллигатор деп атап кетті. Өйткені ол бір түрлі қозғалатын ойын кезінде. Ұтысты алғаннан кейін ол барып чемоданды сатып алды. 1-2 күн өткеннен кейін оның жақын досы Роберт Джордж, суретші, оған сурет сыйлайды. Аузы ашық аллигатордың бейнесімен. Суретті қатты ұнатып, келесі күні ол өзінің костюмын ательеге суретімен бірге береді. 1923 жылы Америка құрама штаттарында болған турнирде Рене ақ поломен шығады. Оны өз денесіне формасына арнайы тіккізіп, 3 түйме қадап, аллигатордың суретін қойды. Ол кезде теннисте форма түрі ақ шалбар, ақ көйлек болған. Оның формасына көп адам қарсы шықты, сынға алды. Бірақ уақыт өте келе оның формасын бәрі кие бастады. Уақыт өте келе ол спорттан кетті. 1933 жылы Рене және Андре Жилер трикотаж магнатпен бірге қосылып фабрика ашады. Компанияның атын ол Lacoste деп атайды, өзінің тегімен. Олардың бастапқы шығарғаны сол поло болды. Көп елдер күлді аллигатордың суретіне. Бірақ 50-ші жылдарға дейін поло футболкалар тек ақ түсте шығарылды. Кейін экспортқа, яғни Америкаға ол түсті поло футболкаларын шығара бастады. Поло Lacoste статусы жоғарылай берді. Ол жарнамаға ақша жұмсамады. Оның ойынша әдемі және сапалы киімге жарнама керек жоқ. Оның айтуынша, мен күніне 1000 футболка шығаруға болады. Бірақ футболка өз бағасын жоғалтатын еді. Футболканың біз эксклюзив қылғымыз келді. 1950 жылдардан кейін оның футболкаларын Джон Кеннеди, Клинт Исвуд және тағы басқа жұлдыздар кие бастады. Рене футболкаларды жұлдыздарға тегін жіберетін болды. Бұл өте мықты стратегия болды. Жарнамаға миллиондаған ақша жібергенше бірнеше футболканы танымал адамдарға жіберіп, жарнама жасады.
сұраныс қатты өсіп кетті. Лакоста футболкалары қымбат бренд болып саналды. Оған қарсы көп бәсекелестік құрайтын компанияларды ашыла бастады. Олардың логотипін ұрлап Crocodile деген компанияда ашылды. Лакоста олармен соттасты. 10 жылдан кейін ғана сотты өтті. 1958 жылы компания балаларға арнап футболкалар шығарды. Ал 1960 жылы теріден жасалған аксессуарлар шығара бастады. Ол уақытта Рене жасы келіп қалған еді. 1963 жылы ол баласына Бернард Лакостқа компанияны тапсырды. Ол кішкентай кезінен әкесінің қасында көмектесіп компанияның жұмысына кіріскен. 1970 жылы Бернард әтір шығаруға бел буды. Ал 80 жылы көз әйнек, сағат, тенниске арналған аяқ киімдер шығаратын болды. 90 жылдардан кейін ол көп футболка шығаратын болды. Соның әсерінен футболкаларды елдер көп алып, екінші сорттағы футболкаға айналып кетті. 90 жылдардың басында сатылым қатты құлады. Бернард компанияны жабу туралы ойы болды. Бірақ кейін ол Кристоф Ламер деген азаматты креатив директорға жұмысқа алды. Кристоф Ламер бұл компанияға жаңа ой, жаңа бағыт алып келді. Содан компания қайта аяққа тұра бастайды. Ол көбінесе жастарға бағытталған киімдерді шығаруға талпынды. Жаңа әтір, жаңа иіс суларын шығарды. Және бірнеше дүкен ашты. Нью-Йорк қаласында қымбат аудандарында дүкендерді аша бастады. Компания теннис турниріне, гольфке демеуші болды. Және атақты спортсмендерге қолдау көрсететін болды. 1996 жылы Лакоста Москва қаласында ашылды. Бірінші күннен ақ сауда жақсы өтті. Және сол жылы өкінішке орай Рене Лакост өмірден қайтты. 2005 жылы қатты ауырған Бернард өзінің інісі Мишельге компанияны тапсырады. Одан кейін Рене Лакостаның немересі Филипп Лакостаға өтеді. Қазіргі кезде Лакоста компаниясы 100-ден аса мемлекетте бар. Орташа есеппен 50 миллион аса тауар өтуде жылына. Штаб пәтері Парижде, ал шығаратын фабрика Трое қаласында. Және Перу, Марокко, Италияда да фабрикалары бар. Осымен бүгінге осы. Келесі кездескенше.